Баршаңызға енді біз әдеттегідей негізі қазыны мен бөлек саламын. Енемен тесіп алып, салқын суға қазыны бөлек саламын. Өйткені осы қазының сорпасына картопты пісіреміз, асқабақты пісіреміз. Сол үшін қазыны бөлек саламыз. Сол қазының жанына енді миды жақсы көретін адамдар бар. Бізде сол үшін осы миды да қазының жанына саламыз. Жақсылап барлық етті бір шайып жуып алдық. Қазір міне қазының қасына миды орналастырамыз. Еттеріміз сіздерге таныстыра өтейін. Қазір міне мында бел омыртқаны саламыз. Енемен барлық шұжығымызды, қазымызды, ішекке салынған барлық өнімді міндетті түрде енеменен тесіп аламыз. Бұл әбден кептірілген төс ет. Бұның сыртынан негізі біз өрме төс жасаймыз. Бұл тек өзіміз болғаннан кейін қазір сыртын өрген жоқпын. Бұның ішінде кепкен төс еті. Әбден сүрленген кеңірдекке салынған ет. Үйтпелі қойдың қабырғасы, сүбелі қабырға. Міне қараңыздар, әбден 6 ай сүрленген. Осыны қазір қазанға саламыз. Жілік майларды духовкаға пісіргеннен гөрі суға пісіргенді жақсы көрем. Бұны жілік майларды қазір нанның үстіне салу үшін осылай дайындап алдық. Қазір үстіне салқын суды толтырып құйып, газдан астын қосамыз.